Жетісуда 7 кітап жарық көреді. Барлығы Алаш қайраткерлеріне арналады. Зиялылардың өмірі мен құпияда қалған деректері басылады. Осылай тарихи маңызды мәліметтер көпшілік қауымға ұсынылмақ. Игі іс басында жүргендер қатарында жетісулықтар да бар. Бірі Елдос Тоқтарбай. Зерттелген жоқ, көп кітап шыққан жоқ. Біз қазір осы жиналған деректеріміздің ішінде алдағы бір 10-15 жылға жететін деректер бар, шындап келсек. Біз қазіргі уақыттың өзінде бір 7-8 кітаптың нобайын дайындап отырмыз. Талайдан бері жиналған деректердің басылатын уақыты жетті. Биыл біразы жарық көреді. Бұған мемлекет басшысы тікелей қолдау көрсетпек. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында тарихымыз әлі күнге дейін жан-жақты зерттелмей келеді деп түйген еді. Сондықтан тиісті тарихи құжаттар мен жиналған мәліметтерді мұқият зерделеу керек деп ескертті. Тәуелсіздігіміздің мерейтойы аясында біртуар тұлғаларды еске алып, олардың мұрасын жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керек. Сонымен бірге осы тақырыпты зерттеп жүрген ғалымдар мен жазушылардың да еңбегі қолдауға ие болуы және бағалануы қажет. Алаш арыстарының асыл мұрасын игеру жалғаса беруге тиіс. Алаштану ғылымы жалғасып жатыр. Дегенмен тереңнен зерттеп жүрген жас зерттеушілер қарасы өте сирек. Алаш мұрасын дәріптеушінің бірі жетісулық Елдос Тоқтарбай. Оның тарихты парақтап, тұлға тани бастағанына 11 жылға жуықтапты. 17 жасынан архивке кіріп, қуғынға ұшыраған зиялылар жайлы түрлі деректер жинай бастаған. Нәтижесінде бүгінге дейін 12 кітап жазыпты. 18 тарихи туындыны құрастыруға қатысқан. Жарыққа шығуы тиіс, тың деректері көп. Жетісудағы Мамания мектебі туралы фотоальбом, сол мектеп туралы зерттеу, содан кейін Барлыбек Сырттанұлының шәкірттері менен ұрпақтары туралы үлкен деректер жинағы, одан кейін Фатима Ғабитованың шығармалар жинағы менен қолжазбалар жинағы сияқты бірқатар дүниелерді дайындап оқырманға ұсынғымыз келіп отыр. Мәселен, біздің қазір қолымызда 200-ге тарта фотосуреттер бар екен. Мен осындай құжаттардың барлығы ғылыми айналымға түсу керек. Ендігі Елдос Тоқтарбайдың мақсаты ақталмай қалған алаштықтар мен оларға рухани қолдау көрсеткендер есімін анықтауға ықпал ету. Оның айтуынша 1905 жылы ояну дәуірінде қарқаралы петициясына қол қойған 12767 адам бар. Барлығы алаш қозғалысының бастауында болған тұлғалар. Бірақ олардың тек 2000-ға жуығы ғана танылды. Бүгінде ғылыми зерттеу объектісіне айналды. Советтік кезең орнағанда мына Сталиндік қызыл террор кезінде 25 мың интеллигенция атылады. 125 мыңға жуық интеллигенция репрессияланып қуғын сүргін көреді. Сонда олардың саны қайда, олардың аты жөні кім, олар кім болған, бүгінгі қазақ үшін не істеді, не үшін атылды деген заңды сұрақтар тұрады. Сол заңды сұрақтардың құпиясы мол жұмбақтардың жауабын шешу кезек күттірмейтін мәселе. Соны мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев түсініп, ғалымдардың, әсіресе тарихшылардың жаңа тарихты тәуелсіздік көзімен жазуды бағалап қолдап отыр. Ел тәуелсіздігін алғалы қуғынға ұшыраған 350 мыңға жуық азамат ақталды. Ендігі мақсат зардап шеккендер мен жазықсыз қудаланғандарды толықтай ақтау. Осы бастаманы жүзеге асыру үшін арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. Біздің мақсатымыз Қазақстанның бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күреске үлес қосқан басқа да ұлт өкілдері мен басқа мемлекеттер азаматтарының патриотизмі мен ерліктерін де жандандыру. Мемлекет басшысының жарлығымен бір ғана мемлекеттік міндет қойылды. Құрбандар мен зардап шеккендердің барлық санаттарын заңды және саяси ақтауды толық аяқтау. Сондықтан өңірлік комиссиялардың барлық іздеу, зерттеу және талдамалық қызметі тек осы міндетті орындауға бағытталуы керек. Барша қазақстандықтарға ортақ парыз, жазықсыз жапа шеккендерді ақтау, есімдерін жаңғырту. Бұл кешегінің аманаты, бүгінгінің парызы, болашақтың қамы.